Сәтті тапсыруды қалайтын түлектерге арналған дұға шықты. Имамдардың сөзінше, болашағына үлкен үміт артып отырған тест тапсырушылар сынақты бисмиллядан бастап Алладан көмекпен жеңілдік сұрап емтиханға кіргендері абзал. Имамдардың сөзінше, тесттен сүрінбей өтіп әуелі Алланың, содан соң оқушының дайындығының қолында. Алматыдағы орталық мешіт имамдардың пікірінше, алғашқыда 3 рет Фатиха сүресін оқып, артынан ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған дұға айтқан түлектердің сынақ сағатында жүгі жеңілдемек. Дін өкілдерінің айтуынша, арнайы дұғаны неғұрлым көбірек айтқан абзал. Тіпті тест тапсырушы сұрақ кітапшаларын тапсырып болғаннан кейін де қайталап айтуына болады екен. Десе де имамдар тәлімгерлер дұғадан бөлек тестілеуге жауапты дайындықтың да керек екендігін ұмытпауды ескертуде. Аллахым, сен жеңілдік жасаған жеңілдіктен ешқандай бір жеңілдік жоқ. Сен бір ауыртпашылықты жеңілдік қылып қаласаң, сен оны жеңілдік қылып істейсің деген осындай бір мағынадағы дұға.